Бақыян айылының тұрғыны соғыштың ардагері Араке Арыстанбеков көз жұмды. Ал Талас облысындағы Улы Ата мекендік соғышқа қатысып келген батырлардың ақырқысы әлі. Бүгін жақындары батырды ақырқы сапарға ұзатышты. Birinci elde ayvay şu özün ayvay süyen adam bolunda 2010 жылкы, bu 2020 жылкы Tacikistan kol salып жатканда келди сүйлөп калсаң, ой Кыргызстар деген качан көбөйөт, Кыргызстар ушу көбүрөөк болуп, жаныбызда ушу Өзбекстан, Тажикстанга тете турган эл болсок качан жетебиз деп ар дайым тирек кылчу да. Атамы Бакыян таап кетип баратат ба, эл журт 98 би 100 би өзүнүн орду бар экен ба. Атам жатқан жері жайлы топырақ торқы болсын. Араке Арыстанбеков 1944 жылы өспүрүм құрақ 17 жашына соғышқа аттанған. Белоруссия фронтында болып дұшмандың мизін қайтарып Берлинге чейін жеткен. Жеңішті жерінде майрамдап, тыныштықты орнатуға салым қошқан. Батыр атаның ертегі облысқа белгілі. Жеңіс күніне келген жеңістің мықты жоокері Араке Аксакал жатқан жерің жайлы болсын. Ағайын туған жұртыңда Аракеге оқшаған ұрпақтарымыздан мықты ақсақалдар шықсын. Аман болула. Арбағы разы болсын. Араке Аксакалдың жатқан жеріңіз жайлы болсын. Митинг реквиемге жоғарғы кеңештің депутаттары, айыл тұрғындары жана президенттің Талас облысындағы ұйғарым құқықты өкілі қатышып, марқұмның жақындарына көңіл айтышты. Былтыр ушул күнү келип куттап кетпеле. Бүгүн дагы ушул куттап кетип пландаштырып жатканбыз, бирок тилекке каршы мына акыркы сапарга узатып атабыз. Араке Аксакалдын өмүр жолун жакшы жашады. Жакында эле Россия Федерациясынын президенттин администрациясынын башкармалыгынын башчысы Масловта келип өзү жеке куттуктап кеткен. Араке Арыстанбеков Берлинди алгандыгы үчүн, каармандыгы үчүн жана башка юбилейлик медалдар менен сыйланган. Кече 8 майда каза болуп, бүгүн сөгү Айтматов районунун Бакыян айылындагы жайга коюлду. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облысы.